Когда мне было 12 лет, я впервые прочитала книгу Даниэля Дефо о Робинзоне Крузо. И эта книга произвела на меня огромное впечатление. Герой Даниэля Дефо, Робинзон Крузо, 28 лет прожил на необитаемом острове, и при этом ему удалось сохранить человеческое достоинство. Почему? Потому что он опирался на многовековой опыт человечества. Форма дистанционного обучения позволяет нам, не выходя из дома, оказывать студентам научную и методическую помощь при работе над научной статьей. Она также дает возможность вести онлайн-контроль над выполнением работы. Вот 3 недели, как студенты получают знания дистанционно. Кроме онлайн-занятий, я разрабатываю электронное учебное пособие. Находясь дома, я работаю над проектом «Ярмарка социальных идей и проектов», созданная фондом первого президента Республики Казахстан на тему «Плодотворная жизнь». Студенттерге білім беру, қашықтан оқыту жүйесі арқылы жүргізілуде. Үйде отырған бос уақытымызды тиімді пайдалану мақсатында оқу жылы барысында жоспарланған электронды оқулықтар дайындау және ғылыми шығармашылық жұмыс бойынша мақаламды дайындау үстіндемін. Әлемде болып жатқан жағдайға байланысты қашықтықтан білім беру форматына да тез бейімделдік. Студенттердің де онлайн сабаққа қатысу қызығушылықтары, белсенділіктері жоғары. Соңғы уақытта елімізде орын алған төтенше жағдайларға байланысты біз үйдеміз. Бірақ жұмыстарымыз бұрынғысынша өз жалғасын табуда. Сабақтар қашықтан оқу жүйесіне көше отырып, оқу кестесіне сай күнделікті өтілуде. Сондай-ақ осы 2 апта уақыт ішінде өзімнің жоспарлаған 2 ғылыми мақаламды да жазып үлгердім. Құрметті қазақ елі, мына елімізде болып жатқан төтенше жағдайларға байланысты біз үйде отыруымызға тура келді. Сол себепті биыл Абайдың 175 жылдығына орай біз отбасымызбен балаларыма Абайдың өлеңдерін, шығармаларын, қара сөздерін, нақыл сөздерін дәріптеп үйретіп жатырмын. Университеттің оқытушылары қашықтан білім берумен қатар өздерінің қосымша жұмыстарымен айналысып жатыр. Біздің кафедра ұжымы соның ішінде бірінші президент қорының ұйымдастыруымен жүргізіп жатқан жобалар байқауына өзінің шексіз әлем атты жобасын ұсынды. Мен